Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айнұр Салыбекқызы. Бүгін осындай әдемі, дәмді, томпақ пончикилердің рецептісімен бөліскім келіп отыр сіздермен. Үйде жасап көріңіздер. Үй ішілеріңізге, балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Бізге ең алдымен ұн, құмшекер, разрыхлитель, ванилин, тұз, жұмыртқаның біреуі, сары май және де айран керек болады. Бірінші таза ыдысқа айранды құйып аламыз. Бұның үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Бұның үстіне еріп тұрған сары майымызды саламыз. Менде айран үйдегі айран, қолдың айраны. Сіздер дүкеннен алсаңыздар, кез келген майлылықта айранды ала берсеңіздер болады. Оларды араластырып, үстіне шым-шым аз ғана қасықтың чайный ложканың ұшымен тұз саламыз. Және де разрыхлителімізді саламыз. Ванилин де көп керек емес. Мен бұлардың өлшемдерін қанша қосу керегін видеоның астына описанияға қалдырамын. Сол жерден көріп алып жасасаңыздар болады. Өте әдемі болып шығады. Үйдегі балаларыңыз қуанып қалады. Бұның үстіне ұнды саламыз. Аз-аздан бірден лақ еткізе салмай, аз-аздан ұнды салып тұрамыз. Және де жақсылап араластырамыз. Қамырымыз қолымызға жабыспау керек. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осының үстін салафанмен жауып қоямыз. 5-10 минут тұрса, одан кейін ары қамырымызды жаямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Бұны оқтаймен жаюдың қажеті жоқ. Қолмен де осылай істесек жайылады. Қамырымыздың қалыңдығы 1,5 сантиметрдей болса болады. Содан кейін оны әдемілеп бөлеміз, дөңгелек етіп. Міне біздің қамырымыз осындай болып жайып аламыз. Шірей қатты жұқа қылмаймыз. Енді бұның үстін үйлеріңізде егер осындай печеньеге арналған домалақ ыдыс болса, болмаса бокалмен бөліп алсақ болады. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп алдық, дөңгелек етіп. Енді менде осындай кремнің насадкасы бар. Сомен ортасын бөліп аламыз. Тұрған майда енді пончиктерімізді пісіреміз. Пончиктеріміз осылай батып тұру керек майға. Пончиктеріміз дайын болды. Енді осыны мындай шоколадный канат жасап, соған салып, міне аламыз. Бұның үстіне кез келген затты қойып әрлесек те болады. Балаларыңызға, үй ішіңізге ұнайды деген ойдамын. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.